Ани Вилья аядай жылы, осындай болғаны мәңгіге қалады. Жарқырайды таң атады, шуақ шашты әлемде, күніміз сәтті болғаны. Осыған сенем достарым. Рейнбоу Дэш, бұл күлкілі емес. Кешірші қымбаттым, найзағайлы бұлттарға шамам жетпей жатыр. Сезіп тұрмын, бүгін сәтсіз күн болады. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттім. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Сиқырлы жұмбақ дәрі. 13 бөлім. Не істеп тұрсың? Сенің белгіңе не болған? Нені айтасың, Спаркл? Мен жай ғана өз ісіммен айналысып тұрмын. Бұрыннан солай болатын. Менің аспаны өте әдемі. Шынымен де не болған мен ғой? Мүмкін емес. Өткен маусым ба? Рейнбоу Дэш қайда? Өте қызық. Ол неге мұны шешпей? Мені неге оятқаныңды әлі түсіне алар емеспін. Жауын жауып тұрғанда ұйықтағанды жақсы көрем. Мәселе ауа райында емес, Спайк. Реритиде Рейнбоу Дэштің айрықша белгісі бар. Ол мұны Рейнбоу Дэштің үйі деді. Оғаш бірдеңе болып жатыр. Сәлем! Рейнбоу Дэш, Рерити неге сенің жұмысыңды істеп жүр? Және мұнда не болып жатыр өзі? Ешкімде тыңдамайды, айнала даудамай. Азаппен тең ғой жағдайым, бұл менің тағдырым. Қайтерімді білмеймін, мұнда астан кестең. Бірақ бәрін игеремін, айрықша белгімді игеремін. Тырысамын күлдіруге, зар болдым күлкіге. Бірақ мен естесем де мұң кетпейді жүздерінен. Көңілдерін көтеру менің тағдырым ғой. Дауласпаймын бұл белгімен. Бұған мен кәміл сенімдімін. Жемішінің неткен азап, мұндай жұмыс зор еңбегі. Салсамды қанша барымды жүзей алмаймын құбырды. Ештеңе ұмыт болмайды, бұл оңай емес ау. Маңдайыма жазылғаны, тағдырыма көнемін амал осы. Бұл дегенің не нәрсе, көйлек шығар бәлкім. Онша емес боп тігілді, хабарым жоқ менің. Жанымда біреу болса, тігуді үйретер. Маңдайыма жазылғаны, тағдырыма көнемін амал осы. Ауа райын өзгертемін, бәріне жақын келек. Ашық күнді аяз қылып, мұз қылсам бәрінде. Ашып айтам сендерге, шамам келер емес. Бұл тағдырды жазуы ғой. Бұл тағдырдың жазуы. Тағдырдың жазуы. Бұл менің тағдырымның жазуы ғой. Бұл жаман, бұл өте жаман. Не болып жатыр? Оларға не болған? Кеше кешке сен 7 сағат бойы суға түсіп жатқан кезде маған ханшайымнан шул хат келді. Қымбатты Спаркл, кітаптың соңғы бетіндегі сиқыр сақалды Спирлдің құпия әрі аяқталмаған жауһары. Ол оны аяқтай алмай, соңында тастап кетіпті. Оны тек сен ғана түсініп жазып шығарасың деп үміттенемін. Селестия ханшайым. Біреуден екіншісіне, екіншісінен басқасына. Тағдыр белгісі таңдалды және орындалды. Түсінбедім. Онда тіпті ұқсастық жоқ қой. Түсінейін деп сиқырды оқығанмын. Ештеңе болмаған сияқты еді. Бірақ енді сол кезде не болғаны түсінікті. Сиқыр үйлесім элементтерін өзгертіп жіберген. Соның кесірінен белгілер ауысып кеткен шығар. Демек басқа сиқырды оқу керек. Басқа сиқыр жоқ. Дискордты жеңу үшін қолданған есте сақтау сиқырыңды оқысаңшы. Мәселе жадымда емес, Спайк.
барлық понилердің болмысы өзгеріп кетті. Зикораның безгекке Ол да қарсы сиқыры. көмектеспейді. Бәлкім, жағдай соншалықты жаман емес шығар. Достарымызға жаңа өмірлері ұнайтын шығар. Жоқ, Спайк. Олар қазір бұрынғыдай емес. Олардың тағдыры өзгерді. Бәрі менің кесірімнен. Қалай оларға мен енді көмектесем, бірақ күні менен болды. Қалай бәрін өзгертем, қалай енді қалай қалпына келтірем, енді қалай достарымды көрем, Спайк, мен не бүлдірдім? Қош, Спаркл. Бәрін реттеудің амалын табасың. Олар менің достарым. Дұрыс айтасың, Спайк. Олар мен үшін өте маңызды. Менің достарым. Спаркл, қалың жақсы ма? Түсіндім. Не істеу керектігін білем. Білесің бе? Олардың кім екендерін естеріне түсіре алмаймын. Бірақ бір-бірі үшін қандай маңызды екенін түсіндіре аламын. Олар өздерінің жоғалған бөліктерін тауып, өздерінің жақсы көретін құрбыларына көмектеседі. Алға, Спайк! Латыршай, тоқташы. Сәлем, Спаркл. Қайда кетіп барасың? Клаудстейлға оралам. Нені дұрыс істемей жүргенімді білмеймін, бірақ ешкімді күлдіре алмадым. Флаттершай, кетпей тұрып, Рейнбоу Дэшқа көмектескің келмей ме? Ол жануарларына ие бола алмай жатыр. Бірақ мен жануарлар жайлы ештеңе білмеймін ғой. Есесіне Рейнбоу Дэш жайлы бірдеңе білесің. Оның нағыз дос екенін білем. Оған көмектесу үшін аянып қалмайым. Рейнбоу Дэш! Көмектесіңдер! Мен мұндамын! Тезірек, Спаркл! Оны әлде бір сиқырмен құтқаршы! Жоқ, Флаттершай, оған тек сен ғана көмектесе аласың. Сен Рейнбоу Дэшке керексің. Сәлеметсіңдер ме, орман тұрғындары? Сендердің қатты ашуланып, Рейнбоу Дэштің сазайын тарттырғыларын келетінін білем. Бірақ сендер сабыр сақтап, аздап демалсаңдар қуанып қалар едік. Қараңдар, міне балғын жапырақтар, дәмін татыңдар. Міне қараңдаршы, қытырлақ әрі дәмді емен жаңғақтары. Үзіліс жасап жүрек жалғап алғыларың келмей ме? Тыңдаңдаршы, қарындарың ашқан соң ашуланғансыңдар ғой. Алғыс айтудың керегі жоқ, кішкентай достарым. Таңғалып тұрмын, мен оларды түсінетін секілдімін. Мен қызық, мен бұған бейім сияқтымын, мен нағыз осындай секілдімін. Менің тағдырым. Не боп кетті? Флаттершай, қараш, сенің айрықша белгің. Іске асты! Сен бұрынғы қалпыңа түстің. Өте қуаныштымын. Енді бізге көмектес. Досың қиындықтан құтқарар, жаныңда болып әрдайым қолдар. Мәңгі осылай болар енді, досың келіп, көмек қолын созғанда. Кешіріңдер, мұнда құрбыларың бар, естеріңде ме? Бір ретте жалғыз қалды, тырысып бақты, барын салды. Қанекей көкке жарықта, көктегі бұлтты аспанда. Досын қиындықтан құтқарар, жаның
түсіндіруге уақыт жоқ. Бірақ сенің көмегің қажет. Эпплджек көйлек тігуге тырысып жатыр. Бәрі түсінікті. Эпплджек жалғыз қалды, тырысып бақты, барын салды. Мүмкіндікті пайдаланып қал, қабілетіңді қайтарып ал. Досың қиындықтан құтқарар, жаныңда боп әрдайым қолдар. Мәңгі осылай болар енді, досың керек, көмек қолын созғанда. Жоқ, мен жайсыз түс көрдім. Әлі көріп тұрмын ба? Рерити, Пинки Пай Apple фермасын іске қосыпты. Эпплджекке көмектесу керек. Фермаға қауіп төніп тұрма? Мұны бұлай қалдыруға болмай. Келсесіңдер бе? Пинки Пай қиналуда, тезірек оған барайық. Көмекке келер ол үнемі, құрметтейді достарын өзі. Досың қиындықтан құтқарар, жаныңда боп әрдайым қолдар. Мәңгі осылай болар енді, досың керек, көмек қолын созғанда. Яхау! Әлі, осы дұрыс. Әрмен қарай не істейміз? Қала тұрғындары қатты ашулы. Бұрынғы Пинки Пайды қайтару керек. Бәрі түсінікті. Мен іске кірістім. Сен жоқ болсаң қалалықтар жабырқар, қабақ жыртып көңілсіз жатыр айғайлап. Оларға үнемі көмектесер Пинки Пай. Көп күттірмей келсеңші ортамызға Пинки Пай. Қане, понилер бәрін күлімдеңдер. Пинки! Досың қиындықтан құтқарар, жаныңда боп әрдайым қолдар. Мәңгі осылай болар енді, досың келер, көмек қолын созғанда. Тағдыр белгісі таңдалды әрі орындалды. Тоқтаңдар, дәл солай. Мен түсіндім. Сиқырды қалай түзету керектігін білем. Бәріміз біргеміз, бәріміз доспыз. Біздің тағдыр белгіміз біреу-ақ. Шексіз сиқыр. Не бүлдірдік? Ол қайда жоғалып кетті? Не істеп қойдың? Спаркл қайда? Спаркл қайда? Эй, мен қайда тап болдым? Бұл қай жер? Құттықтаймын, Туайлайт. Саған сенім артқанмын. Ханшайым, түсінбедім. Мен не істедім? Сен бұрын ешкімнің шамасы жетпеген нәрсені істедің. Мұны тіпті сақалды Свирлдың өзі істей алмаған. Өйткені ол достықтың күшін сен секілді түсінбеген. Сен Панивилияда алған дәрістеріңді жақсы меңгеріпсің. Дайын екеніңді дәлелдедің, Туайлайт. Дайын деймісіз? Неге дайынмын? Сен тым ұзақ жол жүрдің, білем қадамыңның бәрін. Арта түсті көшің, көп нәрсе үйрендің, қиындықты жеңдің, өзіңді мақтан етем шәкіртім. Өзгеретін кезің келді, жаңа өмірің басталады. Басқаша жолдар, басқаша мақсаттар, көп нәрсе үйренді, қиындықты жеңді, тағдырыңды
Twilight, бұл сен бісің? Мәссаған! Мен мұндайды ешқашан көрмеппін. Твайлайттың қанаты бар. Керемет. Жаңа қанатты досым. Ғажап, сен аликорнға айналыпсың. Бұлай болуы мүмкін деп ойламаппын. Алақай, аликорн. Бәлі, ханшайымға қатты ұқсап қалыпсың. Өйткені ол ханшайымның нақ өзі. Не? Бір секунд. Ханшайым? Сен Панивилиге қоныстанып, бәріне бауырмалдық, жанашырлық, адалдық, турашылдық және көшбасшылық қабілетіңнің қандай екенін көрсеттің. Нағыз ханшайым секілді. Бірақ сонда енді сіздің шәкіртіңіз болмайын ба? Бұрынғыдай емес. Мен әрдайым саған кеңес беріп жүремін, бірақ енді сен де біздің ұстазымыз болдың. Сен бәрімізге рух берушісің, Твайлайт. Енді не істеймін? Қалай ханшайым боламын деген кітапты оқуым керек шығар. Оның да уақыты келеді. Бүгін бұл жерге ерекше себеппен жиналдық. Менің шәкіртім Twilight Sparkle Панивильеде көптеген жақсы істермен танымал. Ол тіпті сіңіліммен қауышуыма көмектесті, ханшайыммен. Бірақ бүгін Twilight үлкен іс атқарды. Ол жаңа сиқыр жасап, Эквестрияның жаңа ханшайымы тәжіне лайық екенін дәлелдеді. Ханымдар мен мырзалар, алғаш рет таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ханшайым Twilight Sparkle. Сөз кезегі сізде, ханшайым. Я... Жақында ұстазым Селестия ханшайым мені Панивилиге жіберді. Бұрын өзім мүлде қызықпаған достықты зерттеу үшін. Бірақ осындай ұлы күні мойындаймын. Сендердің достықтарың болмаса, осында тұра алмас едім. Мен бұған сендермен бірге жеттім. Әрқайсыларың маған достық сабағын бердіңдер. Және бұл үшін сендерге әрдайым ризамын. Бүгін мен Эквестриядағы ең бақытты понимін. Рахмет, достар. Бәріңізге рахмет. Twilight, сені мақтан етем. Сен не, жылап тұрсың ба? Әрине жоқ. Бақыттың көз жасы деген мүлде басқа нәрсе ғой. Жарайсың, ханшайым. Ең үздік тәж кигізу рәсімі. Біз сені жақсы көреміз, Мен де Twilight. сендерді қатты жақсы көремін. Эквестрия жарқырайды, нұрын шашып шартарапқа. Бір нәрсені анық білем, сәтті бола. Мен сендерді қатты жақсы көрем. 13 бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.